Россиянын 12 мемлекетінде сыжақ қалплер хайрие акциясы башланды. Акцияның мақсады Украина аскерлерінің балаларыны Мукаддес Миколай күнінен хайырламақтыр. Бақшышларыны Украин диаспорасы балалары топлайжақ, шу жүмледен Австралия, Бельчика, Бuyuk Британия, Америка Бірлешкен Devletleri, Франкистан ве дигер мемлекетлерден. Акцияны 2014 сенесінден итибарен Украина Gençler Бірлігі кечере. Фааллерінің сөзлеріне көре, акция Русия тәжавузына көрешті Украина халқының бірлігіні темсалеті. Ми розраховуємо, що вартість одного пакунку Bir paketinin fiyatı $50'dan az olmağına umut etemiz. Sonki 5 yıl içinde балаларға бақшышлар сатын алмақ үшін $200,000 işletildi. Episi olup 7.000'den ziyade бақшыш топладық. Спілкуючись з тими людьми, які підтримують. Украинадаки балаларға қол тұтмаға девам еткен мемлекет тышындаки адамларын бақ тұтмаға пек мұйымдыр. Біз оларының мемлекетте олған вақалар ақында, шақтаки Русияның тәжавузы ақында хабердар етеміз. Бұның ярдымы или Европа ве дүния сәкенлерінен қонышмақ үшін құшма имканлар пейда ола.